Сәлеметсің бе, Әли? Қазір математика сабағы ондықтан аттамай қосу және азайту, екі таңбалы санға бір таңбалы санды қосу. Енді тақырыпты түсініп алу үшін біз келесі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма жетіспейтін санды жаз. Яғни Әли, назар аудар. Мұнда біз екі таңбалы сандарды көріп тұрмыз. Біз ондықтарын жеке, бірліктерін жеке жіктеп жазып аламыз. Яғни 11 саны болу үшін біз ондығын жазамыз, ол 10, бір ондық, және бірлігін жазамыз, ол 1. Енді 13 санын ондығы мен бірлігіне жіктейік. Яғни 10 және 3. Енді 16 санын бір ондық, яғни 10 және 6 бірлік. Мінеки былай. Енді есепті шығар дейді. Мына жерде 13 саны мен 4 санның қосындысы жазылған. Енді төменгі жағына, 13 санының төменгі жағына қарасақ, біз 13-ті ондығы мен бірлігіне жіктеп тұрғанын көріп тұрмыз. Яғни 13 саны 1 ондық, яғни 10 және 3 бірлігі жазылған. Енді былай жазамыз: 10 қосылған жаңағы 13-тің 3 бірлігі және қосылған 4 тең 10 қосу бірліктерді қосып аламыз, 7 тең болады 17. Мінеки былай. Келесі сандарды үлгі бойынша ондықтар мен бірліктерге жікте. Яғни 12 бұл 1 ондық, яғни 10 қосылған 2 бірлік. 15 1 ондық және 5 бірлік, яғни 10 қосылған 5. 17 1 ондық, 7 бірлік, яғни 10 қосылған 7. 19 1 ондық, яғни 10 қосылған 9 бірлік. Мінеки былай. Келесі қосу амалын орында. 15 қосылған 2, яғни 15-ті біз бірлік пен ондыққа жіктейміз. Яғни 15 санында 1 ондық, яғни 10 және 5 бірлік бар. Ол бірліктерін жеке қосып аламыз. 5 қосылған 2 тең болады 7. Содан кейін барлығын қосамыз. 10 қосу 7 тең болады 17. 15 қосылған 2 мәні 17 болады. Келесі соңғы тапсырма қосындыны есепте. Яғни 14 қосылған 5, біз 14 санын бірлік пен ондыққа жіктеп аламыз. Яғни 10 және 4-тің қосындысы ретінде аламыз. Содан кейін бірліктерін жеке қосып аламыз, бірліктерді. Яғни 4 қосылған 5 тең болады 9. Содан кейін барлығын қосамыз. 10 қосу 9 тең болады 19. Мінеки былай. Ал Әли, саған бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Түсініксіз болса маған жеке хабарласуға болады. Келесі сабақта кездескенше сау саламат бол.